Сәлеметсіздер ме? Бағдарламалаудың негізгі аспектілерін бірге қарастырып, осы салаға нөлден бастап кіретін бейнесабағымызға қош келдіңіздер. Бұл бейнесабақ барысында біз бағдарламалардың қалай жұмыс істейтінін, бағдарламалау тілдерінің қандай түрлері бар екенін, олардың қалай қызмет ететінін, нені білдіретінін және олармен жалпы қалай жұмыс істеуге болатынын қарастырамыз. Сабақ әлі бағдарламалауда қай тілді таңдау керектігін білмейтін және қай бағытта дамуды түсінбейтін мүлде жаңадан бастаушыларға арналған. Осы сабақ барысында біз бағдарламалау ұғымымен танысамыз, оның не екенін түсінеміз. Сондай-ақ бағдарламалау саласына қатысты жиі қойылатын маңызды сұрақтарға жауап береміз. Ендеше бастайық. Бағдарламалау ұғымы өз алдына қарапайым түсінікке негізделеді. Бағдарламалау бұл компьютерлік бағдарламаларды жасау үдерісі. Осыған қарап бағдарламалау алғашқы компьютерлермен бірге пайда болды деп ойлауға болады. Бірақ шын мәнінде олай емес. Бағдарламалау бұл белгілі бір мәселені шешу үшін алгоритм жасау үдерісі болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда тоқмастан оғын бағдарламалаудың алғашқы көріністерінің бірі деп айтуға болады. Себебі ол маталарға өрнектерді бағдарламалауға мүмкіндік берген. Дегенмен тоқмастан оғында жұмыс істеген адамдарды бағдарламашы деп атау біртүрлі болар еді. Сондықтан бағдарламалаудың қазіргі түсінігіміздегі алғашқы көрінісі ретінде алғашқы компьютер прототипінің пайда болуын айтуға болады. Алғашқы компьютер қашан жасалды деген сұраққа әртүрлі жауап бар. Бірақ біз бағдарламалауға болатын алғашқы компьютердің жасалған уақытын негізге аламыз. Мұндай компьютер ENIAC, ол 1946 жылдың 14 ақпанда Америка Құрама Штаттарында таныстырылды. Компьютердің көлемі өте үлкен болған, салмағы шамамен 30 тонна еді. Ал оның жұмыс істеу үшін шамамен 18 мың вакуумдық шам қолданылған. Қызығы, оның есептеу мүмкіндіктері, ол 1 секундта шамамен 5000 операция орындай алған. Бұл аз емес, бірақ салыстыру үшін қазіргі кез келген қарапайым компьютер секундына орта есеппен 100 миллионнан астам операция орындайды. Ал ірі корпорациялардағы суперкомпьютерлер туралы айтпасақ та болады. ENIAC-қа дейін де басқа компьютерлер болған, бірақ дәл осы компьютер деректерді енгізіп, сол деректер негізінде белгілі бір есептерді шешу үшін мүмкіндік туған. Сондықтан бағдарламалаудың бізге таныс түрінің пайда болу жылы ретінде 1946 жылды алуға болады. Кез келген компьютер, мейлі 1946 жылғы болсын, немесе қазіргі заманғы болсын, тек бір ғана тілді түсінеді. Ол нөлдер мен бірліктер тілі. Компьютер екілік кодты қабылдай алады, яғни нөлдер мен бірліктерден тұратын тізбекті. Олардың орналасуына, санына және қайталауына байланысты компьютер өзіне не талап етіліп тұрғанын да түсіне алады. Сәйкесінше белгілі бір тапсырманы орындайды. Алғашқы компьютерлер кіріс деректері ретінде нөлдер мен бірліктер жазылған қарапайым қағаз парақтарды да қабылдаған. Тіпті сол деректерді компьютерге енгізетін арнайы адам болған, ал нәтижесінде өңделген мәліметтері бар ұқсас қағаздарды қайтадан алған. Бұл үдерісті толыққанды бағдарламалау деп атауға болады. Себебі сіз бір нәрсені жазасыз, ал нәтижесінде дайын шешім аласыз. Бағдарламалау саласының бастапқы кезеңінде бағдарламалау тілдері мен компьютерлік кодтың айырмашылығы өте аз болған. Бағдарламалаушылар үшін айқын әрі ыңғайлы құралдар болмады. Олар әрбір машиналық команданың сандық кодтарын білуге міндетті еді. Тіпті командаларды орындау үшін жадты бөлу де маманның өзіне жүктелді. Бұрын компьютерге не істеу керектігін адам тілінде түсіндіру мүмкін болмаған. Бағдарламашылар тек нөлдер мен бірліктер арқылы жұмыс істеген. Сондықтан жұмысты жеңілдету үшін бағдарламалау тілдері пайда болды. Алғашқылардың бірі ассамбльдер. Бағдарламалардың мәні қарапайым, яғни біз адам түсінікті тілде код жазамыз, кейін ол арқылы бағдарлама компьютер түсінетін екілік кодқа айналады. Қазіргі тілдер бізде әлде қайда ыңғайлы және түсінікті. Ең бастысы бағдарламалау тілі компьютерге тапсырма берудің оңай тәсіл екенін түсіну. Кез келген код соңында нөлдер мен бірліктерге айналып, компьютерге орындауға жіберіледі. Енді бізде сұрақ туындайды, бағдарламаларға математика керек пе? Бізде жауап міндетті емес, математикаңыз әлсіз болса да бастап кетуге болады. Бірақ тапсырма күрделенген сайын математикада қажет болады. Мысалы, сайт жасау үшін қарапайым есептер жеткілікті, ал ойын жасау үшін мектеп деңгейіндегі математикада керек болады.
егер сіз мүлде жаңа нәрсе өз бағдарламалау тіліңізді нейрондық жүйені немесе операциялық жүйені жасағыңыз келсе, онда математикадан біліміңіз әлде қайда терең болу керек. Ең бастысы, қандай да бір бағдарламалау тілін үйреніп, сол арқылы бағдарлама жасау сізге қиын болмайды. Тіпті математикадан деңгейіңіз төмен болса да. Қазіргі таңда бағдарламалау таза математика емес, керісінше жыл сайын жеңілдеп, үйренуге қолжетімді бола түсуде. Ал ағылшын тілі туралы не айтуға болады? Мұнда әрі қарапайым. Егер сіз ағылшын тілін білмесеңіз, қиындықтар көбінесе ресми құжаттамаларды және код сипаттамалары бар сайттарды оқығанда туындайды. Бірақ мұндай ақпаратты аудармашы арқылы оқу қиын емес. Сондықтан ағылшын тілін білу тек ақпаратты тезірек түсінуге көмектеседі. Сонымен қатар, бағдарламалау тілдерінде әр түрлі құрылымдарды жазу үшін ағылшын сөздері қолданылады. Сіз оларды жеке үйрене аласыз. Бүкіл ағылшын тілін толық меңгеру міндетті емес. Алайда, бұған келіспеген адамдар да болды. Әртүрлі энтузиастар тобы компьютерлерді кішірейтіп, оларды үй жағдайында қолдануға бейімдеуге тырысты. Осындай алғашқы маңызды құрылғылардың бірі Altair 8800 компьютері болды. Сырттай қарағанда ол әртүрлі блоктар мен сызбалардан тұратын конструктор сияқты еді, бірақ сипаттамалары бойынша оны мамандар дербес компьютерлер қатарына қосты. 1976 жылы нағыз төңкеріс болды. Өйткені Apple компаниясы бұл жылы өздерінің алғашқы дербес компьютерін шығарған болатын. Неліктен бұл соншалықты маңызды? Бұл жылы дербес компьютерді үйіңізге әкеліп, үстелге қойып, бірден қолданып бастауға болатын еді. Яғни бізде 1976 жылдағы таман бұндай мүмкіндік болған жоқ болатын. Apple компаниясы өзіміз көріп отырғандай, адамдарға ең қолайлығын ұсынған алғашқы компаниялардың бірі болған болатын. Ал одан кейін мықты компаниялар шыға бастады. Яғни арада бәсекелестік болып, әркім өзінің мықты дербес компьютерлерін жарыққа шығарып отырды. Бірақ Apple компаниясы алғашқылардың бірі болып есімізде қалған болатын. Бүгінгі сабақта біз бағдарламалауға қатысты негізгі